Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, қайырлы таң баршаңызға. Бүгін қыркүйектің 24-і, қазір сағат 8-ден 23 минут кетіп жатыр. Алғашқы тапсырысқа бара жатырмыз. Ол бізді Ақжол көшесінен, яғни Тарихшы ауданынан, яғни Жібек жолы тұрғын ауданынан бізде орталық базар бар, сол жаққа тапсырысқа бара жатырмыз. Қазір Ақжолдан алып кетеміз, сосын орталық базарға барамыз. Қалайсыздар, күндеріңіз сәтті өтсін. Біздің Ақтөбе қаласы бойынша да мына басқа қаладағы такси қызметінде жігіттерде видео салған екен. Яғни Ақтөбе жалпы қала бойынша тапсырыстардың бағасы түсіп жатыр. Бізде де дәл солай. Ақтөбе қаласында сағат 8-ден 10-ға дейін, көп болса 9:30-10-ға дейін жақсы тапсырыс болады. Содан кейінгі тапсырыстардың бәрі ешқандай коэффициентсіз болады. 63 тапсырысты орындадық біздер. 6300 теңге қалтада, оны жұмсап тастадық. Енді Яндекс тағы да 75 тапсырысты орындауға несеп тұр 6 күннің ішінде, бірақ оны орындай алмайтын сияқтымыз, өйткені 27 күні бізде басқа жоспарлар бар. Сол себептен осындай болып жатыр жағдайымыз. Барша күндеріңіз сәтті өтсін, керемет өтсін. Желдегі жігіттер Ақжол сіздерге, клиенттеріңіз көп болсын, ақшаларыңыз көп болсын. Ал біз тапсырысты бастаймыз, кеттік. Алғаш тапсырысты аяқтадым, 1160 теңгеге шықты. 9 минут уақытымызды алды. Бұл эконом тарифі бойынша. Сосын менде эконом тарифі айтпақшы. Эконом жеткізу қызметі және экспресс, яғни есіктен есікке жеткізу қызметі дегенбіз. Енді ходтан тағы бір тапсырыс келді, соған бара жатырмыз. 41-ші разъезге барамыз. Алыстауымыз. Достар, екінші тапсырысты аяқтадық. 1160 теңгеге шықты. Енді қазір үшінші тапсырысқа бара жатырмыз. Үшінші тапсырыс айтқандай ешқандай коэффициентсіз шығарып жатыр. Арынова көшесіне, осы Тамды деген не бар? Садоводчий коллектив. Содан алып Арыноваға барамыз. Қазір сағат 8-ге 9-ға 10 минут қалды, тіпті 9-ға 8 минут қалды. Егер точно айтатын болсақ, 8:52 көріп сағат. Көрдіңіз бе, үшінші тапсырыстан бастап ешқандай да коэффициент жоқ, тек таза тапсырыстың өзі. Ақтөбе қала бойынша да дәл осылай жағдай. Яндекстен 6 тапсырыс орындадым, 3863 теңге. Индрайверден бір тапсырыс орындадым, ол 600 теңге. Барлығын санағанда 7 тапсырыс болды. Әдетте мен тек 4 тапсырысқа үлгеретін едім, сағат 10-ға дейін. Осында міне 7 тапсырыс болды. Бірақ байқасаңыздар, тапсырыстың барлығы тез, короткий, тез. Чук-чук-чук. Тасып-тасып болады. Енді қазір дельфинге бара жатырмыз, сағат 10-ға 10 минут қалды, сағат 9:50 болды. Желде жүрген жігіттер тағы да Ақжол сіздерге Алла берекесін берсін, тапсырыстарыңыздың берекесін берсін. Семьяде бәрімізде жүрміз ғой, мотивация кредит деген сияқтыша. Күндеріңіз берекелі өтсін. Жалпы жігіттер барлығымызда неміз істеп жүріп қой. Семья деп, кредит деп жүрміз ғой, мотивациямыз сол болып тұр. Әрбір тапқан табыстарының берекелі болсын. Такси қызметі де оңай емес қазіргі жағдайда. Өйткені адамдар қазір агрессивні. Адамдардың бәрі мінездері, құлқы, нерв жүйесі тозған. Сол себептен кейде күшті клиенттер кездеседі, кейде бәрімізде жүрміз ғой сол салада. Сол себептен айтып жатқаным, кейде күшті өте жақсы қарапайым клиенттер кездеседі, кейде тіпті ашуын кімнен ала алмайтындай бір кездесулер болады. Енді ол кезде болады, енді андай несейін кетеді. Ол құрсыншы тастап бәрін үй жаққа айтамын деп. Кейде болады, қырсығып айтып кететін уақыттар. Так, осының ең басты жұмыс қой ол жерде. Сол себептен жұмыстарыңыздан береке табыңыздар. Оңай емес. Жұмыстың оңайы жоқ. Әрбір саланың да өзінің бір қиындығы бар. Сол себептен ұшып келеді, сол бірдеңе құрғанда.
Қазір сағат 10 болды. 10-да қазір брифингті бітіріп тастаймыз. 10:30-ға дейін, 10:40-қа дейін мүмкін. Сосын тағы да желіге шығатын боламыз. Сосын жігіттер, мен сіздерге айтарым өтініш, мына күндеріңізді жоспарға толтырыңыздаршы. Мысалы, бүгін ұйқыдан тұрдым, бұйырса осындай тапсырыс жүргізу керекпін, осындай табыс табу керекпін деген сияқты ше. Сол кезде ғана күніңіз продуктивный өтеді. Сосын кешке таман бір 5-ақ минут, мысалы, кредитіңіз соманы жазып қойыңыз, иә, мысалы 60 мың теңге кредитім бар. Бүгіннен бастадым, бүгін 23 қыркүйек немесе 24 қыркүйек. Сосын өздеріңізге есеп беріңіздер. Сосын кешке таман жатардан бәрін тапсырысты бәрін аяқтап тастайсыз. Кешке таман сағат 11-12-де бәрібір шықпайсыз, өйткені күндіз такси қызметіне отырсыз ғой. Аласта өз-өзіңізге сысып тастап отырасыз. Мысалы 60 мың теңге, бүгін 14 мың теңге таптым. 14 мың теңге сысып тастайын да 50, так тіпті 46 мың теңге да, 46 мың теңге. 46 мың теңге, кеше 23, бүгін, яғни 23 күні 14 мың теңге тауып ертең 24-іне 46 мың теңге қалып деген сияқты. Күндеріңізді жоспарлаңыздар. Сол кезде күніңіз продуктивный өтеді. Сосын, мысалы, өзіңізге мақсат қойыңыз, жаңағыдай, көрдіңіз бе? 15 мың, 14 мың, егер қалаңызда тапсырыс аз болса 10 мың мысалы да. Енді бір күн целый день жүріп 10 мың теңге шығармау деген ол болмайтын нәрсе сияқты. Негізі мен өзім ойымша қайдан білейін. Әркім қалада әртүрлі ғой. Жағдай әртүрлі әр қалада деген сияқты. Өзімнің ойым енді. Сол себептен осындай мақсат қойыңыздар өзіңізге. Сосын кешке таман есептесіңіздер. Бүгін міне осылай істедім. Мысалы, өзіңіз ана метод Гарварда деген кітап бар. Мысалы, соны оқыңыздар. Сол кезде Гарвард университеттерінің қалай өз-өзін шыңдайды жұмысқа немесе оқуға. Дәл солай шыңдау керек адам өз-өзін. Ол мейлі күніңізде, мысалы, бір күнде, мысалы, болады ғой жағдайлар. Мысалы, бір апаны тегін апарып тастады. Мысалы, ол да өзіңіз үшін бір мәртебе болу керек, мақтаныш болу керек. Өйткені сіз екінің бірі олай қолынан келмейді. Апарып тастау, мысалы, көмектесу, мысалы, деген сияқты. Бір садақаға арнаңыз, мысалы, күніңіз үшін. Мысалы, болады енді осындай табыс тауып, осындай 10%-ын немесе 20%-ын ауырып жатқан кісілер де бар. Баспана табылмай жатқан кісілер бар. Тіпті мешіт құрылыстары бар. Соларға аударып отырыңыздар деймін де. Сол кезде күніңіз өте ауқымды өтеді. Сол себептен күндеріңізді жоспарлаңыздар. Күн тәртібін жоспарлаңыздар. Осы уақытта бардым, осы уақытта мына жерге барам, бұйырса, осы егерде осылай сіздің қосымша қызметтеріңіз болса, доставкаларыңыз болса, өзіңіздің осы уақытта осындай жерге барам, осы жерде шай ішіп алам, сосын дәл осы жерге бару керекпін деген сияқты. Солай. Сағат 10:41 болып, 11-ге 20 минут қалып, біздер желіге шығып жатырық Яндекстен. Қазір Есет Батыр көшесінде тұрмыз. Екі тапсырыс орындадым. Біреуі 530 теңгеге шықты, біреуі 470 теңгеге шықты. Ол дегеніміз 1100 теңге да. Мынау үшінші тапсырыс. Бұл тапсырыс, сосын айтпақшы, мен промокод қостым. Промокод 9 балл береді. 9 балл. Сол алдында негізі бір клиент шықпай қалды. Сосын Яндекстен жазды, мы заметили то, что клиент не вышел, пассажир не вышел. Вам, извините за удобство, вам короче, промокод 9 баллов деп шығады. В общем, менде 48 плюс 9, 57 баны, сонда. Сондай болып тұр ғой. Не сондай болып тұр. 57 болып тұр менде қазір. Керемет бұл жалпы қала бойынша көбісінде 9, 15, 18 әртүрлі бірақ дегенменде менікі 57 болып тұр. 57. Просто аяқтадым. 640 теңге кетті. 640 теңгеге шықты. Енді машинаға көлікке бара жатырмын. Қалай ойлайсыздар? Еще 640 теңгенің ішінде двери бар, прикинь. Су тиген почти. Қыздар, жігіттер, короче, 10 тапсырыс орындаппын. 6164 теңгеге шыққан. Сонда менде 10 тапсырыстың орташа есебі, орташа саны
10 тапсырыс болса 610 теңге болып тұр бір тапсырыс. Бірақ бұл таза табыс. Грязный емес, таза тап-таза табыс. Енді инрайверді қосып қойдық. Қазір жаңа ғана тапсырыс түсті осы бойы. Бұл бізде Балаусас микрорайонға барамыз. Сағат 12:30 болды. Тапсырысты аяқтадық. Бірінші тапсырыс 1030 теңгеге шықты. Жаңа юртаға апарған ол жақтан бері қарай 1250 теңгеге шықты. 2250 теңге екі тапсырыс. 2280 теңге. Точно айтатын болсам. Енді қазір үй жаққа бағыт бағдар қосып тұрмын, бірақ тұрғын қалашықтан үйге дейін ешқандай тапсырыс түспей жүр. Демек, Яндекс тыныш. Ешқандай да айттым ғой. Мана айтқандай, менің приоритетім 27 болып тұр қазір. Осы тұрғынша. Соның өзінде мен қазір соның өзінде ешқандай тапсырыс жоқ. Соның өзінде тапсырыс жоқ. Білмеймін енді. Арендеге алып жүрген жігіттер қалай істеп жүргенін. Тек коэффициент болатын уақыт бізде таңертең сағат 7 мен 9-ның ортасы. Одан кейін кешкі сағат 5 пен 7-8-ның ортасы. Болды. Қалған уақыттың барлығында бойынша ешқандай коэффициент түспейді. Таза тапсырыстың бағасы ғой яғни. Солай. Үйге барып ас ішіп аламыз, тамақ түскес. Сосын бұйырса дельфинге шығып, дельфинді бітіріп тастап, сосын қайта желге шығатын боламыз. Өзіме де қызық болып тұр. Қанша тапсырыс орындайтын бүгін. Былай ғой, менде былай болып тұр жағдай. Мен бұйырса қазір үйге барамын. Үйден шығып, 2-ден дельфинге барамын. 2-ден 3-ге дейін дельфинді бітіремін. Сол 3-терде кіремін қайтадан желге шығамын. Одан шыққаннан кейін 3-тен бастап 5-ге дейін жүремін. 3-тен бастап 5-ге дейін жүремін. Сосын 5-те баланың садигі бар, соны аламын. Солай өтетін уақыт. Тескен километр ма деген үшін. Солай уақыт өтіп жатыр. Өйтіп қатты да такси қызметінде жүрген жоқ. 5-те үйге барып, шай тамақ ішіп шығамын дегенше 6-7 болады. Сол күніне жоқты орта есеппен бір 10-15 минутында анықтап тұрмын ғой. Дельфинді қосқанда. 10-15 минутында анық. Дельфин 6 минутында. Қазір жолдан магазиннен бірдеңе алып кету керек. Сосын ары қарай үй жақ қарай басып жүрміз. Сағат 1-ге таман сояқтап жатчамыз үйде. Жарты сағаттай бар. Жарты сағат. Қонаевқа келдік. Негізі үйге деген бағыт бағдарды алып тастай берсек те болатын сияқты негізі. Өйткені бәрібір тапсырыс түспейді. Қайырлы күн. Бүгін бізде қазір сағат 3-тен 4 минут кетті. Шаруамыздың бәрін бітірдік. Енді қайтадан желге шығатын болып жатыр. Біздер еске сала кетейін, Ақтөбе қаласы Яндекс такси қызметі деген көлік Toyota Sienna 2001 жылғы бірінші буыны, объем қозғалтқыштың көлемі 3 түк, 3 газ бензин. В основном газ бензин жүріп, сол шеттен кішігірім болса да экономдау бар. Кеттік, желге шықтық. Көрейік, сағат 3-тен 5-ге дейін қанша тапсырыс болады екен. Тіпті 4,5-ға дейін, 1,5 сағат қой енді жолдан. Тапсырысты аяқтадық, 12.341 теңге. Ол бізде 18 тапсырыс үшін. Қазір сағат 4-ке, 5-ке 15 минут қалды. Енді газым да бітті. Енді мен неге баратын, заправкаға бара жатырмын қазір. Бүгін күнді аяқтаймыз осымен. Кешке таман шықпайтын шығармын, үйдің шаруасымен жүремін, сондай шаруа. Күндеріңіз сәтті өтсін, берекелі өтсін. Міне Ақтөбе қаласы бойынша эконом тарифінде және жеткізу қызметі және экспресс тарифінде осындай бар. Егер де такси қызметіне шығатын болсаңыздар, осыны ескеріңіздер. Өйткені қазір сағат 5-тен кейін басталады коэффициенттер. Оған дейін мүлде коэффициент жоқ. Бірақ коэффициент 100-ден 600 теңге, 700 теңге дейін көрсетіп тұру мүмкін. Бірақ тапсырыстар ешқандай коэффициентсіз өтіп жатыр. Сол себептен
естеріңізді ескеріңіздер. Мына арендайда алып жүрген машина, немесе жеке жүрген машиналар бостан бос уақыт тоқтай қойыңыздар. Нағыз шығатын уақыттар өзі Яндекс білет қай уақытта шығу керек екен. Бірақ көрдіңіздер ме, коэффициент көбейген уақытта 1 сағат 2 сағаттың ішінде сіз максимум 4-5 тапсырыс ондай аласыз. Максимум короткий болғанда болған жағдайда егер ұзақ сапар болса, ол енді точно 1-2 тапсырыс максимум орындай аласыз. Сол, үй жаққа асығып бара жатырмыз. Енді қазір балабақшаға барамыз, өзіміздің шаруаларымыз. Бір күніміз осылай өтті, жігіттер. Рахмет сіздерге. Каналға жазылып, лайк басып қойыңыздар, достарыңызбен таратып бөлісіңіздер. Олар да біліп жүрсін такси қызметінде қалай жалпы табыс қалай болып жатыр деген сияқты. Жақсы, арнаға жазылыңыздар, лайктар күтем. Аманшылықта, саушылықта. Достар, айтпақшы, кіріс туралы әңгіме айтылды ғой мана. Енді шығыс туралы айтайық, қанша жұмсалды. Ақшамыз таңертең ең бірінші желіге шығар алдында 3 мың теңге газ жасалған, есептеңіздер. 3 мың теңге. Сосын жаңа соңғы тапсырыс бітірейін деп атқанда, кетіп жатқан соңғы тапсырысты алып кетіп жатқанда газым бітті. 3 мың теңге дегеніміз, ол 85 теңгеден бізден газды. Қазір осы жерде расчеттеп беремін мына жерде. Енді сосын обед уақытында шай тағамағымыз бар, шай пұлымыз бар, жаңа беляши пирожки жейтініміз бар. Ол шамамен 1000 теңге жобасына шықты. 1000 теңге жобасына шықты. 930, 970 сондай. Обедте үйден ішкенмен де қосымша жүрек жалғап алу керек деген сияқты бар ғой. Вот соның барлығы 1000 теңгедей шықты. Сонда бүгін бізде шығыс 4000 теңгедей болып тұр ма? Жаңа 3000 теңге тағы газ құйып алдым қайтадан. Бірақ желіге шыққан жоқпыз, үй жаққа қайтып бара жатырмыз. Осы кішігірім Ақтөбе қаласы бойынша осындай тапсырыстар болып жатыр. Айтпақшы, индрайвмен алған заказ тапсырыстарымыз бар. Так, 800 теңге бірлет, 600 теңге бірлет па сондай қателеспесем. Сол.